Бұл Қарақалпақ аял қызларының дикарғы зергерлік бұйымы хайкел. Сіз бұны көп көргенсіз, дұрыс па? Себебі әзірде оннан пайдаланатулар көп. Бірақ та бұны алдын не мақсетте пайдаланғанын білесіз бе? Дәслеп хайкел Құдай хайкелшелерін сақлау үшін құтыша сипатында пайдаланылған. Кеншелі болса ислам діні кіріп келгеннен кейін әрқилы дуалар жазылған қағазларды сақлау үшін қолданылған. Сондай-ақ онда бір мақлуқтың скульптуралық келбеті болған дегенде шамалауда бар. Бұған жақсылап қарасаңыз, қайсы хайуан екенін өздеріңіз түсініп аласыз. Бүгінгі видеомызда біз Қарақалпақ аял қызларының безену бұйымлары хақында сөз етеміз. Яғни оның атамалары қандай һәм не мақсатте пайдаланған барлығына тоқталып өтеміз. Видеомыз басланбастан алдын каналымызға ағза болып, лайк басып, пікірлеріңізді комментарийде жазуды ұмытпаң. Бұл Айдың каналының жаңа саны. Мен Айгүл, егерде сіз тайын болсаңыз, басладық. Ал зергерлік өнері негізінен қашан рауажланған? Деректерде жазылуынша зергерлік бұйымларын ислеп шығару һәм олардың өнерменшілік, сауда орайларында кең тарқалуы 19-20 ғасыр басларына тура келеді. Яғни сол дәуірде әр бір үлкен ауылдың өз алдына зергері болған. Қарақалпақ зергершілік бұйымларын жинау болса 1930 жыллары Төрткүлде өлкемлестірілген Қарақалпақстан Республикасы тарихи музейі қызметкерлері тарапынан басланған. Зергерлер негізінен қандай бұйымларды істеген дейтін болсаңыз, олар көбінесе аял қызлардың бас киімі, күнделікті тұрмыста, мерекелерде тағатұғын безену бұйымларын, балалар үшін тұмарлар, ер адамлардың беліне тағатұғын қамар белбеуі, ау құралларының деталлары, сондай-ақ аттың ер тұрманларын да таярлаған. Бұндай бұйымларды іздеуде болса алтын, күміс, бронза, сердолик һәм пирузаға тиісті таслар, сондай-ақ маржан, шыртқыш хайуан, құслардың тырнақ һәм қазық тістерінен пайдаланған. Бұл өнердің басқа халықтардағы зергерлік өнерінен парқы болса, өзінің саулатлылығы, симметриялық формасы һәм жанлы шеңбер контурларында. Бұндай нақыслар һәм безеулер жүда ескі болып, олар скифлер дәуіріне барып тағалатығылығы да айтылған. Оларда абадат белгілері һәм тотемлер стилизацияланған тәрізде суретленген. Сондай-ақ бәрше зергерлік бұйымлары жауызлықтан сақлаушы һәм бақытқа алып барушы тұмарлар есапланған. Енді болса қарақалпақлардың безену бұйымлары қалай бөлінетұғынына тоқталсам. Олар дикарынан 3 түрге бөлінеді. Олар сонда қандай дейтұғын болсаңыз, біріншісі бас безену бұйымлары. Оған әребек, моншақ һәм сырғаның бірнеше түрлері кіреді. Екіншісі болса көкірек безену бұйымлары. Оған хайкел, айшық, шар түйме, жалпақ түйме, айры түйме, жұмалақ түйме, ілгек түйме, тұмар, тұмарша, қарсы ілгек, гілт салғыш һәм өңір моншақ кіреді. Үшіншісі қолға тағылатұғын безену бұйымлары. Білгеніңізде оған жүзік һәм білезгілер кіреді. Енді оларды не екенін сіздер толығырақ түсінуіңіз үшін әр біріне өз алдына тоқталып өтсем, дәслеп бас безенуден баслаймын. Біріншісі көпшілік білетұғын әребек. Апуай етіп түсіндіретұғын болса, мұрынға тағатұғын сырға. Оны қыз келіншектер мұрнының оң тарапіне тағатұғын болған. Әребек көбінесе күмістен ісленіп, айырым жағдайларда ғана алтыннан ісленген. Оның бір шеті ұшы ішке қайрылады. Екінші шетінде соны өткеріп ілдіретұғын ілмегі болады. Әребектің ортасында сыртқы қапталында хасыл тастан ісленген қызыл, көк реңлі пируза таслар, жұмалақ, ширатпашы көйлер болады. Кейпірі алтын жалатқан әребеклердің ортасына нағыслы күміс дөңгелек бекітіледі. Әребектің түрі негізінен көп болған. Деректерде жазылуынша, бұл безену бұйымының тикарғы мақсаты қыз келіншектерді тіл көзден сақлау һәм адамның диққатын оның жүзіне емес, ал әребекке тарту болған. Моншақлар болса көбінесе маржанлардан бірнеше қатар етіп дізілген һәм оны қыз келіншектер мойнына
тағып жүретін болған. Сондай-ақ ол маржаллардың арасына кішкене қоңыраулар һәм майда теңгешелер де араластырылып ісленетін болған. Сырғалардың да түрі көп һәм олар көбінесе күмістен істенген. Және бұл сырғалар аял қызлардың жасына қарап бірнеше түрлерге бөлінеді. Мысалы, қызлар тағатығын сырға халқаплы сырға делінеді. Оның басқаша атлары да бар. Собықлы, балдақлы, ямаса сілсінелі сырға деп те айтылады. Халқаплы деген өзі қандай сырға дейтін болсаңыз, қазір түсіндіремен. Ол бір құлақтан екіншісіне ектің астынан өткеріліп тағылатығын шынжырлы сырғалар. Бұл шынжыр тикарынан ромб, айрым уақытлары жапырақшалар һәм майда шар көрінісіндегі тағыншақлардан ібарат. Бұндай сырғаларды қызлар 12 жастан басылап тұрмысқа шығаманға шекем тағып жүрген. Ал тұрмысқа шыққаннан кейін қандай сырғалар таққан деп қызықсаңыз керек, иә? Қызлар тұрмыс құрғаннан кейін болса, жоғарыда көрсетілген шынжырды алып тастап, яғни мысал үшін, мына жерде бір сырға деп есептайық, ортасында соны байланыстырып тұрған бір шынжыр болады ғой, әне сол шынжырды алып тастап, сояу сырға деп аталған сырғаны тағатығын болған. Халқаплы сырға құлаққа тағатығын бөлектен һәм оларды тұтастыратығын сілсінелі, жапырақ тәрізді штақ халқаптан, яғни ярым дөңгелектен тұрады. Сіздерде музейге барған уақытыңызда жаңағыдай сырғаларды көргеніңізде маған құсап ойланған шығарсыз, алдын аял қызлар мынандай ұзын және қалың сырғаны қалай таққан екен деп. Бұл сырғаның сілсінесі негізінен қаліпте ісінетұғын болған. Соның ұшында бір сырғаны штақлары бір қилы үлкенлікте және нағыслары да бірдей болады. Бұл дегені һәмме зергердігі де сондай болады дегені емес. Себебі әрбір зергердің өзінің қалібі болған және штақларының да түрі, нағыслары көп. Зерттеулерге қарағанда халқаплы сырға алдын Алтайдың түрки халқларында болған. Ал кейінірек болса Орта Азия һәм Еділ жайық бойларына келіп тарқалған болуы мүмкін. Енді болса сіздерге бүршіклі сырғаны түсіндірейін. Ол құйма, жалпақ дөңгелектен, майда бүршікілерден һәм әр түрлі бүгілген күміс сымлардан ісленеді. Бүршікілі сырғаның елі не екенін түсінбей атқан және көз алдыңызға келтіре алмай атқан болсаңыз, ол орыстардың колт деп аталған затына құсайды. Ал бұл болса Қарақалпақ мәдениеті айемнен Европа мәдениеті менен байланыстылығын көрсетеді. Бүршікілі һәм шертпақ сырғаларда хасыл таслар, алтын жалату дәстүр болмаған. Тек айрым сырғаларда бір-екіден майда қызыл маржан моншақ болады. Олар қызыл кимешектің қызыл, сары реңлі нағыслары, әребектегі алтын, күміс, пируза, төбелік, күміс тақия, емаса саукеледегі ірі маржанлар менен хайкел, өңір моншақ, шар түйме, гүл салғыштағы хасыл таслар менен үнлеседі. Негізінен аялдар үшін болса бүршікілі шертпақ сырға дәстүр болған. Енді болса көкірек безену бұйымына тоқталсам, мұның негізінен түрі жүда көп һәм әр бірінің тағудың өз орны бар. Сондай-ақ ол аял қызлардың жас өзгешелігіне де байланыслы. Мысал үшін хайкел, айшық, мойтұмар, қарсы ілгек түйме дегендерді қызлар 12-13 жасларынан басылап тағып жүрген. Ал ер жеткен қызлар болса той мерекелерге барғанда жұмалақ түйме, шар түйме, хайкел, өңір моншақ, гілт салғыш ұлмалғанда барлығын тағып баратын болған. Бұл қарқалпақлардың 20-ші ғасырдың дәслепкі жылларына дейінгі көркем өмірінің баслы белгілерінен. Дәслеп ашықтан бастасақ, ол дөңгелек көрінісі, ортасында ірі қызыл хасыл тастан, яғни сердолик ізленген қасы бар. Осы суретке қарасаңыз, хайкелдің жоғарысында тұрған сол айшық. Айтпақшы, оны аял қызлар көйлектің жағасына тағатығын болған. Музейлерде жиналған затларды таллап қарағанда 19-ші ғасырдың ақыры менен 20-ші ғасырдың халық арасына ең көп тараған зергершілік безену басында затлардың түрлері хайкел, өңір моншақ һәм жұмалақ түйме, гүл салғыш болған. Солардың арасында ең басылысы қыз ұзатыларда ең кереклісі хайкел болған дейді ілімпаз Ағымбай Алламұратов. Хайкел негізінен Қарақалпақ аял қызларының декарығы көкірек безену бұйымы. Ол жалпақ 4 мүйішлі көрініске ие болып, жоғары тарепінде мүйіз көрінісіндегі нағыз һәм төменгі бөлегінде ілдіргіш безеклері болған. Мысалы, менің мойнымдағы осы безену бұйымы да хайкел делінеді. Хайкелдің алдыңғы тарепі 3-9 үлкен қымбат бағалы таслар менен
безелген. Халк арасында оны Хайкел қас деп те атаған. Бұл қарақалпақлардың сенімлеріне қарағанда тұмар қызметін атқарған. Хайкел сөзінің өзі парсы тіліне тұмар мәнісін басқа да естелік, мүсін мәнісілерін де аңлатады. Ілімпаздардың болжауына қарағанда дәслеп Хайкел Құдай Хайкеллерін сақлау үшін құтыша сыпатында пайдаланылған. Кейін алла ислам діні кіріп келгеннен кейін әрқилы дуалар жазылған қағазларды сақлау үшін пайдаланылған. Көріп тұрғаныңыздай, ол 3 бөлектен ібарат. Әр бөлігінің ортасында бірнеше ірі асыл таслар бар. Хайкел көпшілік халықлардың тілінде өңірге тағатұғын безену бұйымы болуменен бірге естелік, скульптура деген мәністі де аңлататұғын болған. Соған қарағанда оған алдын бір хайуанның скульптуралық келбеті суретленген болуы да мүмкін. Бұндан сықары Орта Азияның көпшілік халықларында сияқты Қарақалпақ Хайкелінде де Зүраат, молшылық құдайы Анахитаның суреті сәулеленген болуы мүмкін деген пікірлер де бар. Анахитаның скульптуралық суретін адамлар 10-шы әсірге дейін, яғни Орта Азияда ислам діні еніп кеткен уақытларды да мойнына тағып жүрген. Оны Бұхараның базарларынан қалеген уақытта сатып алған деген жазба мағлұмат бар. Бұл хайкеллердің әммесі бірдей болған деп ойлайсыз ба? Яқ. Игорь Витальевич атындағы Қарақалпақстан мемлекеттік көркем өнер музейі этнография бөлімі басшылығы Айгүл Пірназарованың жазған мағлұматларына қарағанда, әрбір хайкелді соққан зергер өзінің айрықша шеберлігін көрсетуге әрекет еткен. Нәтижеде бірі-бірін қайталамайтұғын түрлері пайда болған. Хайкелдің және бір өзгешелігі соннан ібарат, оның ортасындағы қаслы түтікшесінің бір қапталындағы қақпағы ашылып, ішіне дуа салынатұғын болған. Мысалы, маржанлы хайкел, қоңыраулы хайкел, штақлы хайкел, тағы басқалар. Көлемі үлкен хайкеллерге бірнеше дана қызыл сердоликтен қас салынып безелген. Хайкелге сән қосатұғын бөлегі оның шашағы болып, ол жіңішке, күміс шынжырлардан, әр түрлі штақлардан һәм қоңыраулардан ібарат болады. Негізінен хайкелді соғу зергерден шеберлікпенен бірге шыдамлылықты да талап еткен. Себебі бір хайкелді соғуға көп уақыт жұмсалған. Сондай-ақ оған төленетұғын қол хақысы да әдеуір дәрежеде қымбат болған. Хайкелдің атқаратұғын уазипасы қандай һәм ондағы әр бір бөлектің уазипасы нені аңлатады? Бұған байланысты анық мағлұматлар сақланбаған. Бірақ та бұған байланысты әрқилы көзқараслар бар. Бірінші назар аударатұғын нәрсе хайкелдің мүйізге ямаса шаққа құсаған басы. Сибирьдің Минусин тауларында бронза дәуірінде граниттен бір нәрсе сәулелендіріледі. Һәм онда малдың шағы һәм құлағы болғанлығы айтылады. Сондай ол бүгінгі күнге шекем сақланған. Айырымларында болса шақы ширатылған қошқарлар да сәулеленген. Ал бұған байланысты болса әрқилы болжаулар да айтылған. Сондай-ақ өгіз барлық жерде көкте жасаушы мақлуқлардың құдайы күн деп те түсіндірілген. Сондықтан Минусин мүсілдерінде нұр шашып тұрған күннің суреті де ұшырасады. Ал сол скульптуралардың бірінде хаялдың көкірегіне тағынған хайкелге ұқсаған безену заты да суретленген. Оның басы шақлы емес, бірақ қаслары, шашақлары, мойынға тағылған бауы анық көрінеді. Бұл зат Қарақалпақ хайкелінің түсілік Сибирь тұрғыларының бронза дәуіріндегі мәдениеті менен тікелей байланыстылығының дәлелі болуы мүмкін. Бұнан сықары мүйіз жоғары қарап қайысқан, ямаса шақ төмен қарап иілген арқалы Қарақалпақлардың әйемгі қауымлерінің әр түрлі үй хайуанларын өгіз, қошқарға караматлы деп білгенін көреміз. Және де бір түп теректі елестететұғын түрі де бар. Өңірге тағатұғын безену бұйымлары әрқилы формада һәм нағызларда болады. Олар домалақ түйме, жалпақ түйме, ямаса шар түйме. Жалпақ түйменің бақа түйме деген түрі де бар екен. Не үшін ол бүйтіп айтылады дейтұғын болсаңыз, жалпақ түйме аяғын жинап тұрған бақаға да құсап кетеді екен. Сондай-ақ жалпақ түйменің ұш тарепі екіге айырылған айры түйме деген түрі де бар екен. Ал хайкелдің төменіне тағылатұғын безену бұйымы шар түйме деп аталады. Мәнісі 4 тареп дегенді білдіреді, һәм ол хайкелдің төменгі 2 қапталына тағылады. Ауызша мағлұматларға қарағанда ұзатылатұғын қызларға ата-анасы хайкел істетуге жағдайы келмесе шар түйме менен ақ ұзатылған. Яғни ол хайкел сияқты ірі таслар менен бірге майда перуза
каслар менен де безелген. Булардан башка түймелердин бир нече түрү болуп, буларды белгиленген кагыйдага тикарланып, бир нече катар этип тагып жүргөн. Мисалы үчүн айта турган болсак, жалпак түймени турмушка шыкпаган кызлар көйлегинин жагасына ар тарабине 4 данадан улуума 8 дана тагатыгын болгон. Жумалак түймени жалпак түйме менен аралаштырып, ямаса өңүршенин эң төменине тагып жүргөн. Карсы илгек менен илгек түймени болса, садек орнуна кийимдерге таккан. Мына сүрөттө көргениңиздей, унун формасы домалак шарга окшойт. Бирок кээ бирөөлөрү созулуңкурап кетет экен. Ярым шарлар металлдан ямаса агачтан оюп исленген. Жумалак түйменин төмөнкү ушы 4-5 дана майда бүрчүклөр менен безелген. Ал жокаркы тарапында болса майда дөңгелек кулагы болады. Жумалак түйме тутас кеткен өсүмлүк тарызы нагыз менен безетилген. Сондай-ак дереклерде айтылуунча бир кызда ямаса келинчекте 10га жакын жумалак ямаса жалпак түйме болгон. Енді болса көкірек безену бұйымларының қатарына кіретұғын тұмар һәм тұмарша хақында айтсам. Оның атынан білініп тұрғанындай, ол тіл көзден сақлайтұғын дуа қызметін атқарған. Оның көрінісі хайкелге жүді ұқсас. Көлемі болса кішкене, ортадағы ұзынша, іші қуыс түкшеге асыл тастан бірнеше қаслар қойылады. Тұмаршаның түтікшесінің бір қапталы хайкелге ұсап ашылып жабылады. Ішіне дуа салынады. Көріп тұрғаныңыздай тұмардың қасы болмайды, бірақ төменінде майда жапырақшалары болады. Айрым жерлерде тұмарды мойтұмар деп атаған екен. Бұның мәнісі тұмардың көбінесе мойынға тағылғанынан болғаны үшін сондай аталған болса керек. Оны кімлер таққан дейтін болсаңыз, тұмаршаны көбінесе орта жастардан өткен хаяллар тағып жүрген. Гүл салғыш болса 8 санына құсайды. Оның атынан көрініп тұрғанындай, алдын оған гүл байлап қойған болуы да мүмкін. Сондай-ақ айрым жерлерде мыстан ямаса күмістен ісленген гүл салғышларды хаял қызлар сәнге ямаса ырымға тағатығын болған. Айрым гүл салғышлардың жоғарыға бөлегінде бір-біріне дәпініп тұрған екі хайуанаттың ямаса құстың көрінісі суретленген. Ал күмістен ісленген гүл салғышлардың ернегінде бірнеше жерлерден құлақ салынып, шынжыр қоңыраулар тағылады. Сол гүл салғышқа болса өңір моншақ тағылады. Ол төменгі ернегіне шынжыр бекітілген, үлкен ярым шар түріндегі безену заты. Оның жұмалақ түймеден парқы неде дейтін болсаңыз, ол сәл қалыңырақ етіп ізленеді және ол аналықты да білдіреді екен. Айрым өңір моншақлардың төменгі ернегі бір қатар перуза ямаса қызыл тас пенен безеледі. Деректерде жазылуынша қарақалпақ қыз келіншектерінің өңірге, яғни көкірегіне тағатығын безену бұйымларының ең жоғарғысы айшық болса, ең төменгі жұмақлаушысы өңір моншақ болады екен. Ал ендігі кезек болса үшінші безену бұйымларына, яғни қол безеулеріне. Біз әдетте қол безеулері дегенде білезік пенен жүзікті түсінеміз. Дұрыс па? Білезік дүниядағы ең көп тарқалған һәм ескі зергерлік бұйымларынан бірі. Сонымен біргелікте қарақалпақ білезіклері де бірнеше түрлерге бөлінеді. Олар басылы екі түрге бөлінеді. Біріншісі қаслы білезік. Оны негізінен қыз келіншектер тағатығын болған. Ал екіншісі болса құйма білезік. Оны жасы 40-тан өткен хаяллар тағатығын болған. Сонымен біргелікте бұндай құйма білезіклер өзінің материалы, таярлану ұсылы һәм нағысына қарап өңірге тағатығын безену бұйымларына да ұқсап кетеді. Ол күміс қаңылтырдан ісленеді. Жүзінде бірнеше қаслар һәм алтын жалатқан нағыслар болады. Қос білезік деп аталатығын түрінде қас екі қатар болады. Себебі ол соншелі енлі тап екі білезікті қосып қойғандай. Қос білезікке 5 саусаққа қатар тағылатығын жүзіклер шынжыр менен бекітілген. Қаслы білезіклердің жиегі күміс сымнан ісленіп, иреклендіріп нағысланады. Егер білезіктің қасы екі қатар болса, олардың арасында да сымнан ісленген өтеді. Кейбір қаслы білезіклерде қастың қапталларына жапырақ тағыледі, құйма нағызлар ісленеді. Құйма білезік күмісті ерітіп, қаліпке құю жолы менен ісленеді. Құйма білезіктің нағыслы шетлері ирекленген, әр жерінде ноқаты бар, бір нағыз тұтас өсімлік тәрізлі болады. Ортасында дөңгелек күн белгісі. Қаслы жүзік аял қызлардың безену затының бір түрі болып, шәрлі түрде кіреді.
Ол күмістен һәм қызыл тастан ісленеді екен. Қараң, сіздерге бір қызық мағлұмат айтамын. Жүзіктің қасы бұрын хәмелдарлардың, билердің һәм саудагерлердің мөрі болған. Сондай-ақ оған адамның аты да жазып қойылатұғын болған. Ортасы дөңгелек қаслы жүзіклер Қарақалпақ халқында кең тарқалған. Ол әдетте күмістен һәм қызыл асыл тастан болады. Бұнан тысқары халық арасында құйма жүзік, құс тұмсық жүзік, кемпір жүзік, ширатпалы жүзік, қос жүзік, мөр жүзік һәм тағы басқа жүзік түрлері тарқалған. Айрым жағдайларда 2 бармаққа тағатұғын, сондай-ақ 4 бармаққа тағатұғын жүзіклер де болып, бұлар шынжыр арқалы білезікпенен тұтастырылған. Зергершілік өнеріне байланысты өңіршені де естеп кету керек. Ол жақсы кестеленген болады. Әрбір ұсылы өзінше қызықлы. Өңіршенің төмені үшмешленіп бітеді. Шашқа тағатұғын безену затларынан болса, бізге шашпау және шолбы жетіп келген екен. Шашпау нағыслы етіп өрілген, әр түрлі реңлі жібек қоңыраушалардан, жіптен, өңір моншақ тақлетлі моншақлы көпеклерден тұрады. Сәні етіп істенген шашпау бірнеше текшеден ібарат. Ұзынлығы 30-40 сантиметрге жетеді екен. Шолпы ірі теңгелерден, дөңгелек металлардан дізіледі. Бұл зат өрілген шашты ықшамлы етіп арқада тұтып тұру үшін керек болған тұрмыс тәжірибесінен келіп шықса керек. Шолпы башқұрт, қырғызларда да ұшырасады. Бұнан тысқары зергерлер бас киімдер, сәукеле, төбелік, күміс тақияны да істеген. Сізге бұл бойынша өз алдына видео таярласа қызық па? Онда комментарийге плюс белгісін жазып қалдырың. Сонда бұл бойынша толық мағлұматқа ие боласыз. Сондай-ақ деректерде безену бұйымларына моншақтан істенген көкірекшені де келтірген. Оның бізге шекем тек бір данасы жетіп келген екен. Көкірекшенің қарақалпақлардың татар, башқұрт һәм сибир халықтарының байланыстылығын білдіреді. Ал аншық болса, ұзатылып атырған қыздың тойында ана болуға таярланып атырған қызға нышана ретінде сауға етіледі екен. Жазба мағлұматларға қарағанда, зергерлер алдын Амудария һәм Арал бойларында жасаған халықлар арасынан көплеп жетілісіп шыққан. Ілімпаз Ағынбай Аламұратов өзінің «Мәңгі мирас» деген кітабында алдын Қарақалпақстанда 80-нен астам зергерлер болғанын һәм әрбір районның өз алдына зергері болғанын айтып өтеді. Айрым зергерлер өз өнерін балаларына, туысқанларына үйреткен һәм олар халық арасында зергерлер әулаты болған. Олар негізінен халықтың бұйыртпасына қарап жұмыс істеген. Бізге келіп жеткен ауызша мағлұматларға қарағанда, тұрмысқа шығатұғын, яғни ұзатылатұғын қызға арнап бірнеше атамадан ібарат безену бұйымларын істеткен. Бұнда әлбетте халықтың материалдық жағдайы үлкен ахметке ие болып, бардамлы үйлер қызларына толық безену бұйымларын соқтырған. Міне арадан қанша жылдар өтсе де, бұл безену бұйымларының орны қарақалпақлар арасында елі де кең жаймақта. Мысалы, байрамларда, ямаса басқа да аяжларда ұзындай безену бұйымларын тағып жүрген қыз-келіншектерді көп көресіз. Қолласы сондай гәплер. Бүгінгі видеомыз арқылы мен сіздерге Қарақалпақ халқының милли зергерлік бұйымларының бай тарихын түсіндіруге әрекет еттім. Көріп тұрғаныңыздай, бұл апайы гөзаллық емес, ал өзіне тән көркем өнер һәм миллилікті жәмлейді. Оларды білу һәм қадірлеу болса, біздің өз мәдениетімізге болған құрметімізді білдіреді. Бүгінгі видеомыз сізге ұнады ма? Және қандай темаларда видео таярлауымызды қалайсыз? Пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырың. Айдың каналының жаңа санында көріскенше.